Қазақ елі тағылымы терең тамыр жайған тарихы мен көшпенді өмір салтымен ерекшеленеді. Қазақстан Евразияның кіндігінде орналасқан алпауыт жеке бір материктей. Оның қойнаулары танып білуді, зерттей отырып, оның қойнауындағы құндылықтарды бойға сіңіруді талап етеді. Міне, туған елге тағзым бағдарламасы да осыған бағытталған. Қаламыздағы Әбілхан Қастеевтің музейінен арғы аталарының өмір салты мен мәдениетін танып, заманауи жабдықталған әлемдегі ең көрікті метроны көру арқылы бір күннің өзінде кешегі мен бүгінгіні ұштастыра алдық. Ұлтыңның ұлылығын ұлы қазақ даласының бұрын соңды көрмеген жерлерін жалынды жастарға танытып, олардың қасиетінің алдында бас июге мүмкіндік беретін бағдарлама да осы. Бір отбасы болып, бір отан шаңырағының астында ғұмыр кешкен Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұландарының бойында сырт аймақтық зерттеулер арқасында патриотизм мен туған жерге деген сүйіспеншілікті арттыру. Дәл осындай мақсатпен Алматы қаласының физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі алғаш рет Орал мен Атырау қаласының түлектерін қабылдады. Әсем қаланың ажарын толығымен бірнеше күнде танып білу мүмкін емес болса да, оқушылар білім менен ғылымның қасиетті ордаларын, қаламыздың тамсандырар табиғатын көріп үлгерді. Олардың бойында Алаштың азаматына тән патриотизм, ғылым білім нәрінен сусындауға деген ұмтылыс, ұлы дала өлкесін танып білуге деген құштар секілді құндылықтар жалыны одан әрі лаулап жана бастады. Ал таңбалы тастағы тарихтың түбін зерттей берсең, шегіне жету мүмкін емес. Ұлтымыздың монументтерінің біріне айналған алтын адам да Алматы өлкесінің есік қорғанында табылған. Оқушылар жаңадан көрген бұл орындардың қасиетінен сусындай алды. Олар әрбір маңызды сәттерден өз бойларында ой қалыптастыра отырып, сырт аймақтық зерттеу барысында барған жерлерімізде өзіндік талдау мен қорытынды шығара алды. Бұл да туған елге тағзым бағдарламасының бала бойындағы дағдыны қалыптастыру жолында атқарған жұмысы. Оның қажеттілігінің барлығы Сүлейман Демирәлі атындағы жоғарғы оқу орнында білімді қолданыс барысында көру арқылы айқындалған болатын. Бұдан бөлек тірі табиғаттың өнерінен қалыптасқан шымбұлақ пен адамзаттың сәулет өнерінің туындысы Көктөбедегі сәттерді ұмыту мүмкін емес. Алақандағыдай қаланың көрінісінен оның болашағы жайлы идеялар қалыптастырып, шабыт берудегі бұл тіршілік өлкесінің де мәні зор. Осының барлығы ішкі рухани дамудың бастамасы болып, Мұхтар Әуезов драма театрының тәрбиенің нәрінен сусындаумен жалғасын тапты. Дәл осындай құндылықтар бізді Назарбаев зияткерлік мектептерінің бір шаңырағының астында бір отбасы етіп біріктірді. Оқушылармен бірге өткізген қызықты сәттер және олармен алмасқан ойларымыз жүрегімізде мәңгілік естен кетпес таңба болып қалды.
Осының барлығы туған елге тағзым бағдарламасының арқасы және оның ауқымды Қазақстан бойынша кең қанат жаюы. Яғни бұл бағдарлама жылдан жылға іске асырыла бермек, ал оның жастарға берер жемісі әлі алда.